Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қуырылған, яғни майда пісетін пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жылы суымызға ашытқы және де тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз және де бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Алдын ала ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. 1,5 ас қасық қант және де 2-3 ас қасық сұйық май қосамыз. Ашытқымыз көтерілгеннен кейін суымызды құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Осымен қамырымызды илеп алдық, енді көтерілгенше 45 минутқа жылы жерге қалдырамыз. Мен бүгін салмасына картоп пайдаланатын боламын. Картопымызды алдын ала осындай кішкентай бөліктерге бөліп, суда пісіріп аламыз. Картопымыз піскен соң суын төгіп тастаймыз және де дәміне қарай тұз, бұрыш, аздаған мөлшерде сүт қосамыз. Видеода көрсетілгендей етіп езіп аламыз. Осымен салмамыз дайын. Қамырымыз ашып көтерілгеннен кейін осындай видеода көрсетілгендей етіп кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Егер қамыр қолдарыңызға жабысып жатса, ұн пайдалансаңыздар болады. Осындай кішігірім домалақ бөліктерге бөлеміз және де барлығын бөліп дайындап болған соң бетін жауып қоямыз. Енді қамырымызды жайып, осылай жұқа етіп жаятын боламыз және де ортасына салмамызды салып, қалаған формаңызда түйсеңіздер болады. Осылай жұқа етіп жаятын боламыз, сонда біздің пирожкилерімізді майға қуырғанда қамыры, яғни іші толықтай пісіп шығады. Қалған пирожкилерімізді де осылай жұқа етіп жайып, түйіп шығамыз. Және де барлығын түйіп болғаннан кейін бетін жауып 10 минутқа көтерілгенше қалдырамыз. Барлық жерін қатты басып түйетін боламыз, сонда біздің пирожкилеріміз майға түскен кезде ашылып кетпейтін болады. Майымыз қызған соң енді пирожкилерімізді осылай майда қуырып пісіріп аламыз. Оттың астын қатты қоюға болмайды, яғни майымыз қатты қызып кетуге болмайды, орташа отта пісіріп аламыз. Қатты қызартып пісірудің қажеті жоқ, осылай кішкене сары қоңыр түске енген кезде аудара берсеңіздер болады. Пирожкилерімізді майдан алатын кезде осылай майын сорғытып алып аламыз. Қалған пирожкилерімізді де дәл осылай қатты қызартпай пісіріп алатын боламыз. Өте оңай және де тез дайын болатын рецепт, бір жасағаннан-ақ өте дәмді, керемет болып шығады. Осымен ең соңғы пирожкилерімізді пісіріп алдық. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.